Қайырлы күн, сіздермен бүгін нан салма тамағын әзірлейміз. Бізге керегі ет, картоп, сәбіз, пияз, болгарский, қызанақ, баклажан. Мен бәрін жуып тазалап алдым. Енді турауымызды бастаймыз. Бізде бір жерде жылқының еті, майдалап тураймын. Сіздер де өз қалауларыңызша турасаңыздар болады. Бір жерде қандай ет болса да бола береді. Қойдың еті болсын, сиырдың еті болсын, тауықтың еті болсын, қалауларыңызша турай берсеңіздер болады. Мен осылай етімді майдалап турап жатырмын. Ертерекпіз. Мен етім турап болдым. Енді пиязымызды тураймыз. Үсті бәрін турап дайындап аламыз. Сосын тамағымызды бастаймыз. Пиязды да мен майдалап тураймын. Мен бір жерде 2 пияз пайдаланып жатырмын. Енді картошкамызды 4 бұрышты қылып тураймыз. Бәрін бірдей көлемде турап алдым мен бәрін. Енді сәбізімізді тураймыз. Сәбізімізді картошканы көлемде етіп турап аламыз. Майдалап 4 бұрышты қылып. Сәбізімізді турап болдық. Енді қызанағымызды тураймыз. Бұны да майда етіп турап аламыз. Қызанағымыз турап болдық. Енді баклажанымызды қабығын ашып, оны да 4 бұрышты қылып майдалап турап аламыз. Қабығын ашсаңыздар да болады, ашмасаңыздар да болады. Мен қабығын ашып жасаймын. Қабығын ашып алдық, енді бұны да 4 бұрышты етіп турап аламыз. Біз бәрін турап дайындап алдық. Енді біз алдын ала майымыз қыздырып қойдық. Енді қыздырып тұрған майға пиязымызды салып қуырып аламыз бірінші. Енді етімізді салып қуырып аламыз. Енді сәбізімізді салып қуырамыз. Әбден араластырып 10 минуттай қуырамыз. Енді баклажанымызды саламыз. Болгарскийімізді саламыз. Қызанағымызды саламыз. Бәрін араластырып әбден қуырамыз. Қуырып болғаннан кейін картошкамызды салып, үстіне су құямыз. Суды көп құймаймыз. Осы картошка батып тұрғанға шейін, осы қуырылған заттардың бәрі батып тұрғанға шейін суын құямыз. Енді біз картошкамыз батып тұрғанша суымызды құйдық. Енді бетін жауып қоямыз. Бір қайнағаннан кейін тұзын көріп, тұз саламыз.
Біз енді нан салмамыздың қамырын дайындаймыз. Мен қолдан жасаймын. Готовыйын пайдаланбаймын. Бізге 2 жұмыртқа, су, тұз, ұн керек. Осылай шетінен ұныңызды қосып тұрасыз. Бізде осындай бір зуала қамыр пайда болды. Енді осыны 10 минут қойып қоямыз. Июғаннан кейін қамырымызды жаямыз. Қамырымызды қатты жұқа қылып жаймаймыз, қатты қалың қылып жаймаймыз. Біз қамырымызды жайып болдық. Енді 5 минут қоя тұрамыз. 5 минуттан кейін ұн сеуіп, қамырымызды ораймыз. Біздің қамырымыз 5 минут қайысып тұрғаннан кейін ораған кезде жабыспайды бұлар. Енді орап болғаннан кейін кеспе қылып кесеміз. Кеспемізді майда жұқа қылмаймыз, ірі қылмаймыз, средний қыламыз, орташа. Біз кеспемізді кесіп болдық. Енді бәрін ашып аламыз. Сосын барып қайнаған суға салып аламыз. Жұмыртқаға елегеннен кейін осылай бүтін болып шығады қамырымыз, кеспеміз. Сіздер де осылай жасап көрсеңіздер болады. Біздің суымыз қайнап тұр. Қайнатып тұрған суға кеспемізді саламыз. Кеспеміз салып болдық. Енді араластырамыз. Тұзын қосып, бетін жауып қоямыз. Біздің кеспеміз дайын болды. Енді оны ыдысқа сүзіп аламыз. Дайын болған қамырымызға подливімізді құямыз. Бірінші майын құйып аламыз, әбден араластырып қамырларды жабысып қалмасын. Сосын бетіне подливтерін саламыз. Осылай көп қып салсаңыздар бола береді. Біздің тамағымыздың иісінің өзі аңқып тұр. Енді бетіне көк шөптерін тураймыз. Петрушка, укроп. Көк шөптерді салып, тамағымызды жей беруге болады. Шөпімізді себеміз. Тамағымыз дайын. Бәрімізге ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер.